армысыздар, құрметті көрермендер. Қазақстан Республикасының тілдер апталығына арналған тіл мерейі, ел мерейі атты ақпараттық сағатымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Мақсаты: жас ұрпақты ана тілінің қадірін, қасиетін түсіне білуге шақыру, ана тілін сүюге, ана тілін ардақтай білуге тәрбиелеу, мемлекеттік тілді білудің маңызы жайлы айту және оны құрметтеуге үйрету. 1989 жылы 22 қыркүйекте тұңғыш рет Қазақ КСР-ның тілдер туралы заңы қабылданып, онда қазақ тіліне мемлекеттік тіл мәртебесі берілді. Ал 1997 жылы 11 шілдеде Қазақстан Республикасының тілдер туралы ата заңы қабылданды. Заңда қазақ тілі мемлекеттік тіл деп нақты атап көрсетілген. Бауыржан Момышұлы атамыз айтқандай, тілін білмеген түбін білмейді деген. Шынында, тілін білмеген адам өз халқының тарихын, дәстүрін, мәдениетін өз тілінде сезініп, терең бойлай алмаса, ол қасірет емес пе? Сондықтан әр адам ана тілін көзінің қарашығындай сақтауға білуге тиіс. Болашағымызды баянды етер қаруымыз ол тіліміз. Ана тілімізді құрметтей білейік. Тілім менің тірегім, дінім менің, тілсіз қандай болады күнім менің. Өз халқыма жетеді өз мәнінде, өз тілімде оқытса жырым менің. Шыңғыс Айтматов айтқандай, халықтың мәңгі ғұмыры оның тілінде. Тілім барда қазағым бар, халқым бар, дәстүрім бар, ата жолы салтым бар. Кең даладай жиналмаған шалғайы, аңқау ашық мінезім бар аңқылдақ. Ол атадан балаға мирас болып қалған баға жетпес мұра. Олай болса достар, өз ана тілімізді құрметтеу перзенттік парызымыз екенін ұмытпайық. Тіл халықтың тарихы, тіл ұлттық қазына, тіл біздің намысымыз, арымыз, байлығымыз, барымыз. Халқымыздың аса бай рухани қазынасы туған ана тіліміз. Ол қазақ тілі. Елімізде 100-ден аса ұлт өкілдері тату-тәтті өмір сүруде. Әр халықтың тілі қайнар судың тұнбасындай мөлдір. Сазды дыбыстарға бай, ұлттың тілі әнін, үні болып шалқар дариядай шалқылдар. Қазақстанда тұратын барлық ұлттар еліміздің ашық аспаны мен көк туының астында бейбіт өмір кешіп жатыр. Біздің жүрегіміз бейбітшілікті қалайды. Бәріміз бейбітшілік туын жоғары көтеріп, болашаққа нық қадам басайық. Осымен тілдер апталығына арналған ақпараттық сағатымызды аяқтауға рұқсат етіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.